Әзірет Осман мұсылмандар қатарында. Болмыстың нұры, екі жаһанның гүлі Хазіреті Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам әлі де пайғамбарлығын ашық жарияламаған. Бұл кезеңдегі уағыз айтушылардың ең батылы Хазірет Әбу Бәкір еді. Ол жүрген жерінде дос-дұшпан деп бөлмей, ислам ақиқаттарын түсіндіретін. Бір күні Османға да иман жайын баяндап, оны Хазіреті Мұхаммедке ертіп әкеледі. Расулалла жылы жүзді, үнемі күлімсіреп жүретін жайдары жан Османға төтесінен: Алланың сыйы жәннатқа ұмтылғаныңды қалаймын. Мен саған және барлық адам баласына жетекші ретінде Алла тарапынан жіберілдім деді. Пайғамбарлар сардарының қарапайым, жүрек жарды лебізі Османға әсер еткені сондай, ол мүбәрәк тілінен иман кәлимасының қалай шыққанын өзі де аңдамай қалды. Ашхаду ан ла илаха илаллаху ва ашхаду анна Мұхаммадан Расулуллах. Сонан соң осыдан біраз уақыт бұрын Шам сапарынан қайтып келе жатып жолай көрген түсін әңгімеледі. Біз сол күні жолда түнеген едік. Көзім ілінгені сол еді. Ей, алаңсыз ұйқыға батқандар, ояныңдар. Меккеде Ахмад өз міндетіне кірісті деген дауыс естідім. Ал Меккеге келгеннен кейін сіздің пайғамбарлығыңыздан хабардар болдық. Ақ көңіл, өте сыпайы, дархандығымен әйгіленген Әзірет Османның да мұсылмандар қатарына қосылуы мүшриктердің қаупін күшейтті. Ағайындары жиналып оны жазаламақ та болды. Бірақ Осман қасқайған күйі ешқандай жазадан қорықпайтындығын, таңдаған бағытынан таймайтынын білдірді. Көкесі Хакам ибн Абулас Әзірет Османды ағашқа байлап қойып: сен аталарыңның ғасырлар бойғы қасиеттенген сенімінен безіп, кейіннен пайда болған әлде біреулердің дініне қалайша мойынсұнбақсың? Алған бетіңнен қайтқанша осы байланғаның байланған, босатады екен деп, егін қышымасын деп сөкті. Хазіреті Осман болса: валлахи биллахи, мен хақ діннен шықпаймын деп қасарыса түсетін. Осылайша арадан ондаған күндер өтеді. Әзірет Османның шыдамы шыңдала түскендей, қайтар түрі жоқ, таяқ та жейді. Сүйектен өтер сөзге де селт етпейді. Иманына зәрідей зиян келмейді. Дініне беріктігінің арқасында көкесі де ештеңе шығара алмайтындығын білген соң, лажсыздан оны босатып қоя береді. Орта бойлы, қара торының әдемісі, қаuma сақалды, қалың қара шашты және денелі келген Әзіреті Осман жаратылысынан жан тазалығы мен тән тазалығы бойына дарыған жан еді. Жахилия кезінде де ішкілікті өзіне харам санап, татып алмайтын. Бар байлығын Алланың жолына сарп еткен. Құранды бастан аяқ жатқа білген. Түнде намазға тұрғанда Құранды түгелдей мүдірмей толық оқып шығатын. Көзі тірісінде-ақ жәннаттық екендігі жария болған Әзіреті Осман бір жағынан Мұхаммед пайғамбардың саллаллаху алейхи вассалам күйеу баласы. Бірінші әйелі пайғамбарымыздың қызы Руқия, ол ерте қайтыс болады да кейіннен Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның екінші қызы Үммі Гүлсіммен некесін өзі қиған. Пайғамбарлар сұлтаны Мұхаммедтің, оған Аллахтың игілігімен сәлемі болсын, екі бірдей қызын алған бақытты күйеу осы себепті Зин-Нурайн лақабымен құрметке бөленген.